Қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біз осындай әдемі салфетка, подставка тағып үйренетін боламыз. Ол үшін бізге осылай дөңгелекше керек. Бұл дөңгелекшені қалай тоқу керектігі жөнінде менің алдыңғы видеоларымда бар. Сол жерден қарап аламыз. Енді біз осы жерде 12 столбиктан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбиктан бастаймыз. 12 столбиктан бастаймыз. Және 1, 2, 3, 4, 5 қатар қыламыз. Сонда бізде мұна ең соңғы шеткі крайне ілмектеріміз 60 болу керек. Енді мен осындай түсіп алдым. Енді осылай кез келген бір жерден аламын да. Үш ілмек. Мынау бірінші ілмекке тоқыдық. Екінші ілмекке без накида столбик тоқимыз осылай. Екінші, үшінші ілмегіміз без накида ілмек тоқимыз. Енді 12 воздушный петля көтерілеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 воздушный петля көтерілеміз. Енді мына жерден бастап 1, 2, 3, 4, 5. 5 петляны қалдырамыз да 6-шы петляға қосыламыз. Енді мынаны бірінші петляны тоқыдық дейміз. Екінші петляға тоқимыз. Үшінші ілмекке тоқимыз. Төртінші ілмекке тоқимыз. Бесінші ілмекке тоқимыз. 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ілмек тоқып алдық. 12 воздушный. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Тағы да 5. 1, 2, 3, 4, 5-еуін тастаймыз да мына жерге
осылай аяғына дейін, дөңгелекшенің осылай аяғына дейін осылай айналдырып аяғына дейін, мына жерге дейін тоқып келеміз. Дәл осылай. Мінекей біз соңғы жағына келіп қалдық. Енді мінекей осы жерде 1, 2, 3, 4, 5 ілмекті қалдырамыз, осы жерге қосыламыз. Сонда осы жерімізде де осы жерімізде де 1, 2, 3, 4, 5 петлямыз шығады. Енді бастаған жерімізге келіп осылай қосылып алайық. Бір воздушный көтерілеміз де, енді мына жердегі 2 петляны қалдырамыз да, мына аркамызға, 12 столбик тоқыған аркамызға осы жерге накидым. Мынау біздің бірінші ілмегіміз. Накидым, осы жерге столбик тоқитын боламыз. Санап отырамыз. 1, 2, 3. Енді осы үшінші тоққан столбиктің, ілмектің дәл түбінен, дәл осы ілмекке тағы бір ілмек тоқып жібереміз. Енді келесі ілмек. Қайттан санаймыз. 1, 2, 3. Енді дәл осы ілмектің түбіне тағы бір ілмек тоқып жібереміз. 4. Енді келесі ілмекке бастаймыз. 1, 2, 3. Дәл осы ілмекке тағы бір столбик тоқимыз. Енді келесі ілмекке 1, 2, 3. Дәл осы ілмекке тағы бір ілмек қосып тоқып жібереміз. Сонда 12 ілмекке біз 4 ілмек добавка жасадық. Сонда бізде 16 ілмек болу керек.
біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ilmek болды. Енді мына тоқыған 5 ilмектің дәл ортасынан, серединку дейміз ғой, дәл ортасынан, осы дәл ортасына осылай 5 накид іліп аламыз. Болды. Осылай енді аяғына дейін тоқып шыға бересіз. Дәл осылай. Мына келесі ilмекті де келесі арқанда дәл мына бірінші арқаға ұқсатып тоқып аласыз. Мына жерден 1-2 ilмегіңіз тастап кеткенде, мынау сіздің мінекей тоқитын ilмегіңіз, накидіңізді алып аласыз. Осылай ары қарай тоқып кете береміз. Екеу, үшеу, дәл осы ilмекке, дәл осы ilмекке осылай 3 ilмектен кейін 1 ilmek қосып тоқып отырамыз. Дәл осылайша мінекей бәрін аяғына дейін тоқып келеміз. Осылай аяғына дейін тоқып келеміз 3 жерге дейін. Мінекей біз аяғына дейін тоқып келдік. Енді осыны осы жерге осылай 1 ilmekке және 1 ilmek аламыз да осыны қиып тастаймыз. Осы мына жіпті иненің көмегімен ағырай артына өткізіп жіберсеңіздер болады, иненің көмегімен. Осындай дөңгелекше пайда болады. Енді мен өзгешелеу қылып осындай қызыл түс таңдадым. Осылай ilmek алып бастасақ та болады. Ilmek алмай-ақ сразу бастасаңыз да болады. Енді мінекей мына жерде біз қалдырып кеткен 5 ilmектің дәл ортасындағы ilmekке осылай іліп алып осы жердегі 3 жерге тағы 1 ilmek іліп жіберейік. Осылай осы 3 ilmekке без накида столбик тоқимыз. Екінші және мына соңғы ilmekті тоқимыз. Мінекей 1, 2, 3 столбик тоқып алдық. Енді 12 воздушный петля көтерілеміз.
біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12. Енді неке мұқият қараймыз. Енді осыны аламыз да мынаны бері қарай. Осының енді артынан тоқимыз. Мына 5 ілмекке без накида столбегіміз тоқып аламыз. Осы тұрған 5 столбекке 5 ілмекке 5 столбик тоқып аламыз без накида. Бірінші көкті қалай тоқыдық, дәл солай осы қызылды да көтереміз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. Енді осыны енді алдына қарай келеміз осылай. Алдына қарай келіп, осы жердегі 5 ілмегімізге 5 столбик тоқып шығамыз осылай. Дәл осылай аяғына дейін тоқып келеміз. Үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. Енді мінекей мынаның артына қарай тоқисыз. Арт жағына. Дәл солай аяғына дейін тоқып келеміз. Он екі воздушный, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12. Неке. Енді мынаны алдына тоқисыз. Неке. Қалған дәл осылай аяғына дейін мына жерге дейін тоқып келеміз. Неке аяғына дейін тоқып келдік. Мына жерде қалған 2 ілмегімізге 2 столбегіміз тоқып жібереміз. Неке. Осы 2 ілмекті тоқып жібереміз де мына бастаған ілмегімізге осылай бір ілмекке қосыламыз. Бір воздушный көтерілеміз де енді болды. Мына көкті қалай тоқыдық, мына көктің арқаларын қалай тоқыдық, осы қызыл арқаны да дәл солай тоқып шығамыз. Біреуін көрсетіп жіберейін. Бұл жерде 1-2 ілмекті қалдырасыз да
3 ilmek toqiysiz. 3 ilmekten keyin 1 ilmek добавка жасап отырасыз. Міне 3 ilmek тоқыдық. Добавка дәл осы ilmekке 1 ilmek добавка жасаймыз. Келесі ilmekке біреу, екеу, үшеу, дәл осы ilmekке тағы 1 ilmek добавка. Біреу, екеу, үшеу, добавкамызды жасаймыз. Біреу, екеу, үшеу, 1 ilmek добавка. Мінекей, мына 5 ilmектің дәл ортасына осы жерге осылай қосыласыз. Мінекей осылай ары қарай тоқып кете бересіз. Келесі арқаға өтеміз. Міне, осылай аяғына дейін осы көк аркаларды қалай тоқып шықсақ, осы қызыл арканы да осылай аяғына дейін, үш жерге дейін тоқып келеміз. Мінекей біз аяғына дейін тоқып келдік. Осы мына көк арканы қалай аяқтаған болсақ, осы қызыл арканы да солай аяқтаймыз. Мінекей, мына жерге келіп, осылай қосып, осыны қиып алып тастаймыз. Енді осылай кез келген жерден аламыз да мынандай басқа түсте жіп алдым. Ilмегім дайын. Енді мына жерден 1, 2, 3, 4-ші столбиктің ilмегінен көтеремін де, мына жақтан да 1, 2, 3, 4, осы 4-ші ilmekке 2 ilmekке осылай қосып аламын да, осылай 2 воздушный көтерілеміз. 1, 2. Енді мына арқаға 8 столбик тоқимыз. 1, 2, 3, 4,
төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Енді мына жерден төртінші ілмекпен мына ілмекті қосып бір ілмекке тоқимыз қазір. Біреу, екеу, үшеу. Мына төртінші ілмекпен мына ілмекті қосып аламыз. Мына кетімізді ұмытпаймыз. Біреу, екеу, үшеу. Біреу, екеу, үшеу. Мына төртінші ілмекпен ілмекті осылай қосып, енді мына қызыл арқаға 8 ілмек тоқимыз. Осылайша аяғына дейін тоқып келеміз. Кольцоның аяғына дейін осылайша тоқып келеміз. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз. Мына кет. Енді мына ілмекпен мына жақтан 1, 2, 3, 4-ші ілмекті осы ілмекке қосып, енді мына жерге 8 ілмек. Осылайша айналдырып тоқып келеміз аяғына дейін. Неге біз аяғына дейін тоқып келдік. Енді мына көтерілген жердегі ілмегімізге осылай бір ілмекке өтіп аламыз да, тағы бір ілмек алам. Мына жағын қатты тартамын да, осы жерден қиып алып тастаймын. Артына инемен өткізіп жібересіздер. Неге бізде осындай керемет тағы бір салфетка пайда болды. Тоқып алыңыздар. Өте әдемі, керемет болып шығады. Менімен бірге болыңыздар.